Осы былтыр бір жігіттер болған, ораза ұстай алмады. Ойлаған еді, ораза ұстаған адамдар не шөлден, не аштан өледі деп ойлаған еді олар. Бірақ айт күні қараса, бәрі тірі жүр, ораза ұстағандар. Сол кезде шынымен айтайын, ораза ұстамаған жігіттердің бәрі өкінді. Білесіздер ма? Ұстасақ біз де өлмейді екенбіз ғой. Ендігі жыл ұстаймыз. Қара, жігіттерге мен айтқым келетінше, еріміз ғой, сөзде тұру керек та еркек адамше. Былтыр Рамазан біткен кезде олар ендігі жыл ұстаймыз деп айтқан. Бірақ 6 ай қалған кезінде әлі уақыт бар ғой дейді да. Ұстаймыз ғой Құдай қаласа деп. 1 ай қалған кезінде ұстау керек қой деп айтады. 1 апта қалған кезінде көреміз деп айтады да. Енді бүгін біраз адамдар ойлап жүр. Былтырғы ғой. Суға шыдай алмай қалмаймыз ба? Қарынға ашады, суға шыдай алмай қалмаймыз ба? Ең өкініштісі мынандай бейшаралар бар арамызда. Алланың міндет еткен парызын бізге, оразаны, темекіге шыдай алмаймын деп Алланың қайтарған нәрсесіне бола оразаны тастап жүрген адамдар бар ғой. Бұлар өте аянышты, жалпы адамдар ғой бұлар. Қараш, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "1 ай ораза ұстап берші шын ықыласпен. Бүкіл күнәңді кешірем деп тұр ғой. Бүкіл күнәңді кешірем деп тұр да, мен темекіге шыдай алмаймын деген адам бар ғой." Субханалла. Мынандай осындай үлкен дастарханда, тамақ тола дастарханда аштан өлген адам сияқты дейді олар. Одан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сол былтыр сөз берген жігіттер биыл ұстаса екен. Әр нәрсені желеу етіп жатыр. Болмашы бір нәрселер желеу етіп орады. Қарса бір қызығы, бір жігіттер айтады: "Бізге врачтар айтты" дейді. "Маған врач айтты" дейді. "Саған ораза ұстауға болмайды, денсаулығыңа зиян" деп айтты дейді. Өте ұқыпты да анаушы, ойлайсың ғой врачтың бүкіл айтқанын істейді екен деп. Бірақ оған врачтар темекі мен арақтың оған зиян екенін де айтқанда, оны тастамайды бірақ. Врачтар айта береді дейді. Врачтар қайтарған нәрсенің бәрін істейме десе, жоқ, оразадан ғана қайтады да. Бірақ темекі мен арақтан врачтар күніге қақсап қайтарып жатыр ғой. Жоқ, ол жерден қайтпайды да. Сөйтсек, бұл жарықтықтар, мына адам бірдемеге құл болса бар ғой, өтіріктің барлық түріне барады екен ғой. Өтіріктің барлық түріне барады екен. Жігіттер, 1 ай ораза ұсташы, бүкіл күнәңді кешірем деп тұр ғой. Біздің қазекеңдердің 90% кредит келіп кеткен ғой. Қазір қазақтарға айтсашы, 1 ай ораза ұста, кредитін жауып берем десе бар ғой, 40 күн ұстайтын ек қой оразаны. Кешке аузымызды ашпай қойырық қой, егер кредитін жауып берем десеші. Бірақ кредит ол не, ол бір арзымайтын 5-10 теңге. Бүкіл күнәңді кешірем деп тұрған кезіндеші, оны ендігі жылға қалдырған адам, бұл иманы өте әлсіз адамдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл ай жайлы айтады: "Бұл ай берекелі ай" дейді. "Ол айда бір берекелі түн бар" дейді. Оның жақсылықтарынан пайдаланып қалыңдар. Қадір түні бар ғой. Пайғамбар баяғыда айтып кеткен оны. Осы Рамазан басталып жатқан кезінде. Осы оразаға кіріп жатқан жігіттер, бүгінде әлі екіленіп отқан жігіттер, шынымен айтайын, еркекше ғой. Кімнің сөзінде тұратын күшті екені енді ертең көрінеді. Ұрғанда жыққан адам күшті емес, өзіне өзі шамасы жететін, өзін игере алатын, өзін былайша айтқан кезде контролировать ететін, управлять ете алатын, өзін басқара алатын еркек міне күшті да. Ана мен өзімді ұстай алмаймын дейтіндер бар ғой, олар өте нәзік жанды, әлсіз еркектердің қатарына жатады олар. Керек десеңіз, өзін өзі басқара алмайтын, өзін өзі ұстай алмайтын еркектерге ел басқартпау керек. Өйткені олар өлтіреді біреуді. Ауырын айтайын, одан да бетер, оларға қой бақтыруға да болмайды. Өйткені қойдың арасында сумаңдап шығатындар бар ғой, ұрып өлтіреді ол оны. Қой бағудың өзіне сабырлық керек. Сол үшін жігіттер, міне, енді сыналатын кез кеп тұр ғой, ертең міне еркектер білінеді. Анау шын сөзінде тұратындар бар ғой, көп, небір мықты денені качет етіп алған небір мықты жігіттер бар ғой, ертең секіреді ғой. Шыдамайды. Аштыққа шыдай алмайды да. Сол жігіттер оразаға аман есен жетті. Ертең Алла нәсіп етіп, әлде де жарты күн жеткізсе Алла тағала, ораза ұстаймыз Құдай қаласа. Сол оразамызды жіберіп алмайық.